халық арасында бұл күй қос ішек деген атаумен тараған. Яғни бір аңшы жігіт болады, ол аңшы жігіт марал Алтай тауында мекендеген аңшы жігіт болады. Ол аңшы жігіт бұғыл, марал аулап кәсіп етеді екен. Яғни күндердің бір күнде биік таудың басына шығып, таудың басынан маралды атып алады да, сол маралды түсіруге жеңіл, таудың етегіне түсіруге жеңіл болу үшін ішек қарын ақтарып, сол жерде тастап кетеді. Сонан кейін тағы да күндердің бір күнінде айналып келіп, тағы да сол жерге аңшылыққа келеді. Яғни сол кезде желдің ұшыруынан ба, әлде құстың іліп алып кеткенінен ба, бұл сол кезінде тастап кеткен маралдың ішек қарынындағы ішектер, екі ішек ағаштың басына ілініп қалған екен. Сол ішектер жел соққан сайын қозғалып, бір тамаша бір үн шығарып тұр екен, ызылдаған. Мына ішектерге тіл бітейін деп тұр екен деп, сол жерде отырып аңшы домбырасын жасап, ішегін тағы, екі ішекті тағып, күйін орындап, тамаша бір үн шығаратынына көзі жетеді. Яғни кейіннен бұл халықтың сүйікті аспабына айналады. Осылайша міне домбыра шығуына байланысты осындай аңыз бар. Бұл аңыз желісімен, яғни сарындас деп айтамыз, Қамбар ханның есімімен де байланысты осындай аңыздар бар. Бұл көбінде Жетісу өңірінде кең тараған аңыздар. Яғни Қамбар хан деген тұлғаны мифологиялық деректерге сүйеніп қарасақ, бұл домбыраның жасаушы адам, және де домбырадағы ең алғашқы күй шығарушы адам ретінде айтылады. Енді Қамбар хан тек қана қазақ халқына тиесілі емес, бұл бүкіл түркі тілдес халықтардың арасында да кездесетін тұлға деп айтуға болады. Яғни оған дәлел Қамбар ханға арналған бірнеше күйлер бар. Ол қазақта да бар, қырғызда да кездеседі. Оның кейін түркмендерде де бақшысы деген шығармалар бар. Сол шығармаларда да осы Қамбар ханға арналған немелер бар, үлгілері бар, кездескен, жеткен бізге, бүгінгі күнге жетіп отыр. Яғни бұл аңызда, жаңағы айтқан аңызымда аңшы ғана деп айтылса, ал Қамбар хан туралы аңызда көбінде Қамбар хан осындай атып алып, осындай аспап жасады деген аңыздың желісі жүреді. Яғни осындай деректерге сүйене отырып, шынымен де біз аспаптың Алтай жерінен шыққанын айта аламыз, толыққанды айта аламыз. Енді осы домбыраның түрлеріне тоқталып өтсем. Домбыраның түрлеріне тоқталатын болсақ, формасы, пішіні жағынан екіге бөлінеді, яғни қалақ пішінді және жұмыр шанақ пішінді аспаптар. Қалақ пішінді аспаптар көбінде шертпе күйлермен және де ән тектес күйлерге жатса, ал жұмыр шанақты домбыралар, бұлар төкпе күйлерінің стиліне жақын келеді. Және де тағы бір айтатын жайт, қалақ пішінді домбыраны әншілер сүйіп қолданады. Әншілер бұл аспапты кең қолданыста арасында. Жалпы осы видеоны түсіру барысында мен көптеген ақпараттарға, осы соңғы жылдар шыққан ақпараттарға назар аударып қарап шықтым, қандай тың жаңалықтар бар екен. Сондағы көзіме түскені жолаушы Тұрдығұловтың интервью. Жолаушы Тұрдығұлов деген бұл кісі өзіміздің жерлесіміз, Марқакөлдің тумасы, халық аспаптарын жасаудың хас шебері деп айтсақ та болады. Алматы қаласында тұрады қазір. Сол кісінің айтуынша қазіргі заманда домбыраның 20-дан астам түрі бар екен. Олардың ішінде ән мен күй домбырасы деп бөлінеді.
яғни ән және күй домбырасы деп бөлінетін домбыралар бар. Атап айтқанда торсық, тұмар, кең шанақты, балдырған, балашық, шыңкілдек, аша, үш ішекті, қуыс мойын сияқты көптеген түрлерін атап өтеді. Одан басқа қазіргі қолданыста жиі кездесіп жүрген домбырамыз бұл тенор домбыра деп аталады. Бұл аспап 30-шы жылдары, 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары, 1934 жылы Қазақ халық аспаптар оркестрі құрылады. Сол оркестрді домбыра аспабын және қобыз аспабын белгілі бір жүйеге келтіру мақсатымен реконструкция жасалынады. Бұл реконструкцияны Ахмет Жұбанов басы қасында болады, және ол Ленинградтан арнайы Романенко деген шебер шақыртып алады.